Қызым, қалашы кішкентай, жоғалып кетпейсің бе? Бұл көшеден өтсең, бұрыштың айналасында дүкен бар. Ірімшік сатып алып кел, салатқа керек. Бұл жерде қанша уақыт боламыз? Маған ұнамайды, достар жоқ, ойын-сауық жоқ. Қызым, шыда, бір апта күт, бар кел, мен сені күтемін. Анашан, қандай ірімшік алғаным дұрыс кез келгеннен. Бір аптада мұндай қызықсыз курортта шыдай алмаймын. Әже басқа жерде орналаспады ма? Масқара, барлық аймақта тек бір ғана дүкен. Мен мұнда жоғалмаймын деп үміттенемін. Дүкеннің қайда екендігін айтып жібересіңдер ме? Жол бойында әрі қарай жүр, сосын оңға бұру. Оң жаққа емес, сол жаққа бұрылу керек. Рахмет. Өзенге барғанымыз жақсы еді. Бір апта ауылда болған қиын. Мен ұмытып кетіппін. Дүкеннен ірімшік сатып алып кел. Жарайды. Алло, тыңдап тұрмын анашым. Жоқ әлі. Жарайды, қазір алып келемін. Сәлеметсіз бе? Маған да 200 грамм қажет. Маған да солай. Сәлеметсіз бе? Бұған сенуге қиын, бірақ маған да ірімшік керек. Өкінішке орай бұл ірімшіктің қалғаны осы грамм. Ол барлығыңызға жетпейді. Бұл маған, мен бірінші келдім. Иә, ірімшік маған да керек. Бірінші келген мен, тек сендер қыз болғандықтан бірінші өткізіп жібердім. Маған ірімшік керек. Бүгін менің әжемнің туған күні. Олай болса маған да керек. Бүгін менің де туған күнім. Мен бұл жақтікі емеспін, сендер басқа аймақтағы дүкенге барыңдар. Мұнда бүкіл ауданға бір ғана дүкен. Маған беріңдер, мен сендерден үлкенмін. Олай емес, барлығында мен үлкенмін. Бүгін менің туған күнім. Тынышталыңыздар. Далаға шығыңыздар да сол жерден шешіңіздер. Бұл бөлікті беруге сатпаңыз, ал біз кім алатынын шешіп келеміз. Жарайды, жетпегені дау қалу еді. Бүгін қандай күн? Неліктеме ірімшікте беруім керек? Айтпақшы, 10 минут өтті, мен үйге баруым керек. Арам қара, ірімшік маған да қажет. Менің анам қатал. Қорқынышты, осы сенің анаң, өзің түсіндіресің. Неге менің ірімшігімді беруім керек? Менің ойынша басқа ойын ұйымдастыру керек. Тек біз тас лақтырудан әділетсіз болады. Сенің ақшаң көп пе? Менде ақша жоқ. 100 грамм ірімшік үшін іс-шара ұйымдастыруға ниет жоқ. Кім ұтады, сол ірімшікті алады. Мен жүгіре алмаймын, және де мен жүгірген чемпион емеспін. Әрине, балалар ойнай. Сендердің қандарың бар, ал бізге мұның қажеті жоқ. Мұнда ірімшіксіз қаласыңдар. Сендер білесіңдер ме? Ал кеттік, мен дәл қазір жасап үйге кете берейін. Тастарды бөтелкеге лақтыру туралы не айтасыңдар? Кім көп тигізеді, сол ұтады. Ол тастан бәрін. Бұл ойын жаман емес. Кеттік.
күн ерекше болды. Мен олай болады деп күткен жоқпын. Мен бүгін скалкалкымды жоғалтып алдым, бірақ өкінбеймін, өйткені осы аптада жаңа достар тауып алдым. Сендер бір аптаға келдіңдер ме? Сәйкестікте болсын айт. Келісімен бәрі қызықты болды. Бұлай қуанбағаныма көп болды, бірақ мен добымды аяймын. Бәріміз табайық. Мүмкін тағы ойнап қалармыз. Енді не істейміз, ірімшікті не қыламыз? Үйдегілер күтіп қалған шығар. Бірдеңе ойластыруымыз керек. Ірімшіксіз бару дұрыс деп ойламаймын. Ірімшіксіз барсақ та, сендер сияқты көңілді достар бар. Мен білемін, мүмкін ірімшікті бәрімізге бөлерміз. Қайда жүрсің? Ұзаққа кеттің ғой. 1 сағат болды кеткеніне. Мынауың тек осы ма? Бір дүкенде бүкіл аймақша рахмет айтыңыз осығанда. Көңілдісің ғой. Сатып алдың ба? Анаң сені күтпей қалды ғой. Сізге қалай түсіндірсем болады? Неге күлесің? Мынау құдай ғой. Келісемін сізбен. Бірақ адал және әділетті. Сен білесің ғой жетпейтіндігін. Білемін, бірақ ол маңызды емес қой. Маңыздысы торт. Тәттілер. Анашым, мен туған күніме достарым шақырсам бола ма? Қандай достар? Анашым, мен оларды шақырып қойдым.